Dostlar, Qaraqalpaqstan telekanalında siz kutgan. Ava, sizga aytib atirman. Ham kulku qumar tomoshabinlarga arnalgan hazilkesh ko'rsatuvi. Bugungi ko'rsatuvimizda yaxshi, o'zingiz ko'rib olasiz. Demak, hazır hazilkesh. Kutib oling. Yumorbek. Rahmet. Assalamu alaikum aziz dostlar. Qaraqalpaqstan telekanalında hazilkesh ko'rsatuvi. Sizlarga жақсы kayfiyat inam etу үшін түзілген бұл hazilkesh ko'rsatuvi. Demek yana marta xo'sh kelibsizlar. Endi ne үшін салмақ сақлап turibdi deb hayron qotgan шығарсыз. Kеше biz sынышылардан пікірлер тыңлағанбыз, редакторларымыз айтқан, Юморбек hazilkesh деген сайын дым алып ұшып бір жерде қаяқта салмақ қаяқта бір һәм бүткіл республика көріп отыр дегеннен кейін салмақ сақлап тұрпан. Демек, сіздерге кейбірлі кейфият инам ететұғын hazilkesh ko'rsatuvi. Рахмет. Көп шапатлай береді деп жатыр сіздердің үстіңізден. Дегенмен келіспейді, себебі бұл hazilkesh ko'rsatuvi. Рахмет. Бәрібір енді кейбірлі отырған жақсы ғой. Біз өзі, біздің халық hazilге бір ата жақын. Я hazilдің өзі біздерге бір ата жақын ба, я? Бір несі бар. Енді біздер hazilді ярым сөзден түсінеміз да, астарлы сөздерді ярым сөзден түсінеміз. Сіздер ярым сөзден түсінесіз ғой, я? Түсіне ма? Аз сынап көреміз. Аста әле хүрл тамаша, Қаралпа теле hazil көр. Хош келе, шапа. Ой, рахмет. Демек, біз бастаймыз. Nestle Pure Life. Судың сапасы, өмір сапасы. Эфирде hazilkesh ko'rsatuvi, biz qisqa жаңалықтарымыз бар. Кеше деген сөз біздің Қарақалпақта өткен бір айды өз ішіне қамтиды. Кеше деп айтылады, өткен бір айды өз ішіне қамтиды. Енді қамтиды деген сөз өз ішіне алады деген, өзіне алады деген сіздер түсінесіз. Олма кеше, құлас кеше футбол бойынша Европа чемпионаты болып өтті. Франция парты шығып Португалиядан ұтылып қалыпты. Хабарыңыз бар, я? Құлас біз Португалияны құттықтаймыз. Криштиану Роналдо біз hazilkesh ko'rsatuviні енді бір мейман қылып шақырған уақытта өзіне де айтармыз. Біз Португалияны құттықтаймыз. Рахмет. Енді ауа райымен таныстырамыз. Кеше ауа райы алағат бұлтлы болды. Ауа температурасы 35 градус ыссы болды. Құласы кеше сондай ауа райы болды. Ертеңгі туралы ма? Ертеңгі ауа райымен ертеңгі аргын таныстырамыз. Болады ғой, әлбетте бұл hazilkesh ko'rsatuvi. Планеталардың ішінде тек қана жер шарында ғана таза ішімдік су бар екен. Соның үшін жер шарында тіршілік бар. Су бар жерде тіршілік дейді. Су бұл тіршілік, су бұл өмір дейді. Оны керісінше аударсам болады, өмір бұл су депті. Өмірдің өзі судай ағып өтіп жатыр. Енді су білесіз, табиғатта үш халда ұшырасады. Қандай? Пу халында, кейін қатты кристалл халында, кейін сұйықтық су халында. Сұйық халында ұшырасатын судың ең бір сапалы түрлерінің бірі бұл Nestle Pure Life сулар екен. Nestle Pure Life. Мейлі үлкенің кішің Nestle Pure Life ішің дейді. Nestle Pure Life. Неке елімізде 15 жылдан бері өз өнімдерін ұсынып келатыр. Дүния базарында 150 жылдан астам жұмыс істеп келатырған Nestle Pure Life сулары. Демек, hazilkesh ko'rsatuvi өнімдер Nestle Pure Life салдар белгісі. Біз давам етеміз. Енді хабарымыз бар, hazilkesh ko'rsatuvini біз дәстүрімізге кіртілген мейман шақырамыз. Біз ойластық, мейман кім мейман? Біреулер айтты, бір спортшы чемпион болса деді. Және біреулер айтты, бір көркем өнерден бір белгілі бір актер болса, комик деп. Біз актер ма, яки спортшы ма, құласы ізледік, командамызбен ойласқа алды дегенде сөйтіп екеуін бір жерден жәмілестік таптық. Құласы һәм актер да табылады бұл шаңырақтан, чемпион да табылады. Қарақалпақстан Республикасында қызмет көрсеткен артист, комик, актер Құрбанбай Қаламдар, пәнде оның ұлы тайбокс бойынша 2 мәрте жаһан чемпионы. Жахангир Юлдашев, Шабалақ, қошанетер. Рахмет. Ассаламу алейкум. Hürmetli hazilkesh ko'rsatuvining qatnashchilari ham jo'ratuvchilik jamoati. Sizlarga bugun bizning chaqiriqimizni hurmat etib, izzat etib, bu ko'rsatuvimizga minnat etganingiz uchun cheksiz rahmatlarimizni aytamiz.
Бүгінгі байрамlar құтты болсын. Не байрам? Аманлық болып тұрса, осындай жақсы күйде тұрса, har күніміз байрам ғой аға. Болды. Көрдіңіз? Оң болсын. Ал енді қонақта көп боламыз енді. Қонақ келген уақытта не деу керек еді? Нанау істеп кетің. Ya bize nanav isteyip gittik o asıqıslау қонақ. Bize oturup ol kettik. Сондай ма? Шай ішкен істе болатын еді деп айтады. Яқшы, өтеміз, төлетеміз. Болмай қаландар, Жахангер Жолдашев. Аға, Жахангер, қош келіпсіздер. Рахмет, келдік мінекей. Рахмет, судан алып отырмын. Жахангер алып берсін. Сені негізі су алып беру үшін шақырды. Енді Құрбан аға, Жахангер, жаңа айтып жатырмыз, хам жаһан чемпионы, хам актер деп та. Тұрфатыңызға қарап, адамдар ойлап қалады да енді. Қайсысы чемпион деп ойлайсыз? Тұрфатына қараған уақытта, Құрбан аға, сіз чемпионға ұқсайсыз да көбірек. Кеудеге қарағанда. Кеудеге. Не дейсің енді сонымен? Енді алжасып кетмей орын алмасып деп жатқаным ғой. Yok bu чемпион авторы мен ғой енді. Әкесімен ғой, әкесі. Дұрыс, әжайып. Құрбан аға, азыр жазғы демалыстасыз азыр. Демалыстым ау. Хайран қаламан да, неге енді жазда ертең демалысты да театр әр жылы сол июль айына қарап турлап қояды. Өзі сол уақытта демаламыз. Не үшін ол? Неге қыста емес, неге? Енді мақсат хабарың бар ғой, біздер енді көбіне көп театрда рөлдер ойнап, спектакльлерде ойнаймыз, иә? Одан кейінгі азғантай босау уақытларымызда тойларға барамыз, көбіне көп тойға барамыз, тойларда қызмет қыламыз. Қазір тойдың сезоны емес та, соның үшін енді августта болатын тойларға демалып алсын деп отпуск беріп қойды. Жахангер, айтпақшы, жаңалық бар, Жахангер кеше ғана өзіміздің Бердақ атындағы Қарақалпақ мемлекеттік университетін біткеріп диплом алды. Рахмет. Енді сіздің спорттан көп алтындарыңыз бар, білеміз. Енді студенттік алтын дәуір дейді, оның алтыны қандай? Ана алтыннан қандай farkı бар оның? Енді студентліктің алтыны бір басқаша болады ғой бәрібір. Қандай? 4-мешіл бола ма? Домалақ болады. Бәрі домалақ бола ма? Қалай өтті 4 жыл? Тренировкада да болдық, оқуда да болдық. Оқу жақсы болды. Диплом алуға ерістік. 4-ге шықтық. Енді Жахангер сізге сұрауда, көбірек көшеде таныстарыңыз сізді чемпион деп шақыра ма, мысалы лабақтың ұлы деп айта ма? Енді расын айта берген. Расында айт бала. Лабақтың ұлы деп шақырады. Көрдіңіз бе, бұл лабақ образы, лабақ рөлі, лабақ аты құлдасы Құрбан аға, бұл чемпионлықтан бір абырайлау күшті екен да. Енді бұндай рөлдер әркімге де нәсіп ете бермейді. Бұл рөлдерді, бұл демек халыққа танылдым ба, бұның астында көптеген минетлер жатыпты да. Енді рөлді ала сала деп сахнаға шығып кеткен емес, бұның арқасында не деген минет, не деген ізленулер жатыпты. Тебірсін Қарабастан қызмет көрсеткен артист Мақсет Есімбетов, бұның режиссері бұл спектакльдің Бауидин аға Баймұрзаев екеуі қойды. Сонда осы рөл маған несіп етті, маған тапсырылды. Енді уақытта бұндай рөлдерді ойнап көрмегенмен мен институттан келген уақытта жаңағыдай серьезный рөлдерді ойнап, патшалардың нелерінің рөлін ойнап келген адам. Абырай рөлдерді ойнаған адам келсеге әжелі бала рөлін ойнау керек. Соны тапсырды. Сөйтіп, енді Мақсет екеуміз бір көшеде тұрдық қой тиебесі. Сонда Мақсет екеуміз ойласып отырып тұрып, пәлен жерде пәлен бала бар. Өзіміздің ауылдан да. Сол азғантай нелі бала еді. Соның ізіне еріп, күн, түн соның ізінде жүріп, харекетлерін үйреніп, балалармен қайтып сөйлеседі бұл. Қайтып жүреді, қайтып ашуланады, қайтып күледі, қайтып қуанады. Сол әр бір харекетін сол баладан үйрендім да мен. Әр үйренген немді әпкепті көрсетемен, сүйерін алып қал, керек жерін алады, керек емес жерін лишний болып кетті деп алып. Сол минетлердің арқасында халыққа танылған шығарамыз деп отпады. Мақтанып кетті демең. Бір еске алып, сол образды әзірен бір пайдаланып, әзілкеш көрсетуін көріп отқаларға бір лабақ бір нәрсе айтса деген ғой.
Rishon. Mashkim ketdi. Suv. Barma suv barma? Bor. Endi unutuldu ғой енді көп, неше жылдар болып кетті. 30 жылдың бер жағы болып тұрды да, бұны ойнағанымыз. Ойнаған вақтыңызда неше жаста едіңіз сол рөлде? 24 жас па, 23 жаста ма ойнадым. Енді Зүлфия Жахангирде уақытында ойнадым. Құрбан аға, сізге Зүлфия жеңгей лабақ болған үшін тиді ме, ямаса сіз оған үйленгеннен кейін лабақ болып қалдыңыз ба? Мен үйленбестен бұрын лабақ болдым. Өзінде ме? Лабақтың образында жүріп айландырып болдым да. Яшы қазір енді Жахангир ұлыңыз желі бойдақ қой енді. Бұлан реклама енді қызлар осы айтып. Өзі оқып бітірген, диплом бар, өзі чемпион. Өз тайбокс бойынша чемпион болғаннан кейін аяқпен теуіп, қыздардың құлағына теуіп албам дым қиын емес шығар сіз үшін, иә? Деп барып, деп теуіп дегенде. Яқшы. Енді өзіңіз комик актерсіз, ұлыңыз спортшы, чемпион. Негізі көрсету әзілкеш. Ауа. Соңынша марқайым отырпыз ғой. Ава, со айтып атқаным ғой, со күлкі көбірек адам жасарта ма, я мысалы спорт көбірек жасарта ма? Спорт жасатан шығарау, я. Күлкәмді жасартады ғой. Мен қосыламын сіздің пікіріңізге, спорт жасартады деген себебі деп қараң, қайсысы жасырақ көрінеді. Бұл жерде жастың тәсірі бар ма екен, я? Әкесі жасылау деп отыр. Енді бұл жеңгейлердің пікірі да. Жас қыздардың пікірін тыңдап көрейік, Жахангирді айтады. Енді Жахангир, 2 мәрте жаһан чемпионы, бірнеше мәрте сыйлық орлар. Бұның бәрі өзіне өз болмайтын шығар, енді чемпион болу үшін не қылу керек деп ойлайсыз? Енді чемпион болу үшін қандай кәсіптің маманы болудан қатты назар, әркім өз үстінде істесе, сол мақсатына жетіп, сол чемпион болады деп ойлаймын. Әжайып. Рахмет, әзілкеш көрсетуі біз давам етеміз. Енді бізде жаңа рубрика ашылды. Бұл әзілкеш шоқ жігіттер тарапынан тағайындалған видео әзілдер. Біргелікте көреміз. Азиз, мен сені көп уақыттан бері таниман ғой. Бірақ бір затқа хайран қаламан да. Не затқа? Шашың күннен күнге түсіп баратыр да. Ол неден ол? Енді көп ойланғандық шығар. Шашың түсіп қалатығындай не ақында ойлайсың? Сол, шашым неге түсіп отқан екен де көп ойланаман да. Азиз, ана қызлардың қасына барайық па? Болады, бірақ ана алдындағы затларды төле басын яқшы ба? Жігітлер, ау. Мына сок, ана столдың атынан. О? Ане? Рахмет, қызлар, рахмет. О? Рахмет те, қызлар. Зор болды. Қандай ажайып. Ауа, сондай болды. Сөйлесу керек. Кешірер жігітлер, және бір мәрте. Мына шоколад, ана столда қызлардың атынан. О? Рахмет те, қызлар. Рахмет. Рахмет. Қара. Жақсы ғой, қарасай. Сөйлесу керек екен. Тұрайық. Сен шоколадты ал, мен сокты алайын. Кешірер жігітлер, тұрайын деп атырсыз ба? Ауа. Кешірерсіз ақырғысы. Мына чек, ана столда қызлардың атынан. Не дейді мұнау? 198 мың? Өздерінің столындағы затлардан есаплаған ғой. Айтайық. Берлен кел. Аға, ола ғой, шаршап кеттім, қайтайықшы. Қазір қайтамыз. Мына үйге затларды алып алайықтар, мына керек затларды. Қайтамыз сөйтіп. Аға, бағанадан бері жүріппіз ғой, шаршап кеттім, қайтайықшы. Қайтамыз. Дым бір еріншек бала болған екенсің, я? Жүр, мына тәрептен ұстап қайтамыз. Жүр, кете берейікші. Кейін аласаң ғой. Аға, не білесен, ал бауырсаң о. Қазір күттай қалдым, мына тәрептен барамыз, қайтамыз. Сөйтіп жаңағы таза түскен келінің бекешісі, сөйтіп жаңағы келінің бекешісі дым жаман құсайды. Ассалаумалейкум. Сөйтіп жаңағы келінің бекешісі бар ғой. Ассалаумалейкум. Уалейкум. Сөйтіп жаңағы уалейкум. Сөйтіп жаңағы қатты қиналды. Сөйтіп тоқтап тұршы. Ай, бір сәлем бере бермей аяқта өтіңіз бір. Біздер өсек айта алмай жатырмыз ғой. Қай жеріне келіп едік? Саламаттың белсібеті. Сол саламаттың белсібетінің бекешісі яғау дұрыс келмей қалды ғой. Яқшы, оны қояйықшы. Сенің ана 3 балаң бар, я? Ауа. Со үлкені ішпейді. Ауа, ішпейді ғой. Ортаншысы ішпейді.
Ойбу, ішпейді ғой. Кенжетай неге ішеді? Енді қызықсаң ау. Енді үйде қонақ күтетін адам керек қой енді. Азиз, мына массаж қылатығын креслоң зор екен ай. О, массаж қылатын кресло емес, о апуай кресло. Яғо? Жігітлер біздің пішікті көрмедіңіз бе? Қайырда еді? Қаяқтасаң, ей! Әй, Ренат, мына машинды ұрлай жақпыз ба? Ауа, түш. Тыныш қимылдамай тұр. Сигнализация шығып кетеді. Қимылдамай тұрсам, қалай ұрлаймыз оны? Түш, сөйлей бермей тұр. Сигнализация шығып кетеді мынаның. Әй, Ренат, мына машинды ұрлап атқан уақытта еске қоса, я? Өзі маған не болып атыр аяқ сүгінлеріне? Азам мен талабым келіспеді. Оның үстіне келіншегіме ұрсып қалдым. Оның үстіне мынау ахуалда. Басылығыма маған мақыра береді айланып кеп. Оның үстіне ахуал мынау да мен. Адамлардың көзіне қалай қараймын енді мен? О, Бақтияр? О, Азиз, қалай аман сау? Не қойсам берді бір Отыр. Қалай? Кімбе сөйлесіп отырсың? Ұлыма мен талабым келіспей жүр ғой аға. Не болды? Келіншегіммен ұрсып қала беремен. Оның үстіне мынау ахуал. Не оң үстіне мынау? Бағаннан бері оң үстіне мынау дей бересен. Не болды өзі? Мына отырғыш краскеленген да. Ұлыма талабым келіспей кетті ғой менің. Маған қара. Мен сөйлеп отқан уақытта басыңды бұрма еш, жақшымау. Гәпті тыңлап алда сен. Басыңды бұрма деп отпан. Гәп тыңлап алда. Сен алған уақытта ондай мәз едің не? Кейін айныңдың не? Басыңды бұрма деп отпан, Бұрраман азыр. Саған сөйлегеннің пайдасы жоқ, бәрі бұрып атсан не? Саған сөйлегеннің орнына ана газге сөйлегем жақсы. Енді әзіл-әзілмен жаңада айттық қой, тұрпатыңызға қарап, актер менен чемпионның жейтұғын ауқатында да парк бар ма деп ойлап отпан да. Сіз ірілеу көрінесіз да, неде актер ірілеу көрінеді? Енді дұрыс парк бар, енді өзің білесең, неше жыл болған болса келгенімізге осы халықтың тойларында қызметте боламыз. Той деп қойыпты да. Атымен айтты да той деп. Барған жерде айтты. Тойып жүресің. Сен барып жүрген тойларында онша ауқат бермей ме деп, Енді сіз тайбокстан басқа қай спортпен шұғылдандыңыз? Бірінші қатынасқан спортым еске кесуге қатынастым. Кейін сол су таппай қалдыңыз. Су таппай қалдық ғой. Ескек таппай қалдыңыз ба? Еркін күреске барып көрген уақытларым сан болды. Еркін күрес деген сонда қалесең барасың, қалемесең бармайсың. Еркін да бұл. Сол 6-шы классымнан бастап па, 2006 жылы сол Muay-Thai спортына кіріп келдік. Сол еркіндағы туайып, Muay-Thai бойынша 5 кәрі жаһан чемпионы, бас ата ұстазымыз дейді. Ұстазымның ұстазы. Демек, бірнеше еркін күрес, еске кесу, кейін еркін күрестен кейін Еркінбек Құттыбаевтың жанына барғансыз ғой. 10 жыл давамында мен осындай жетістікке ерістік, Құдайға шүкір деп ойлаймыз. Сол Muay-Thai'да шамалап білемен, төбелескен уақытта музыка шертіліп тұрады астында, музыка менен да. Енді бұл Muay-Thai'ды бір қарақалпақшаластырып, бізге ықшамластырып, біздің менталитетке бір, егер қарақалпақша музыка менен төбелессе қалай болады деп ойлайсыз? Сонда қарақалпақша қосып қойып па? Қарақалпақша қосып қойылады, мысалы, құтты болсын тойларыңыз ба? Енді ол Пашайы көйлегіңе десе деп төбелесіз болады. Енді ол ауылдың төбелесіне ұқсап кетейінші, ауылдың тойында төбелесіне ұқсап кетейінші. Ансамбльдің қасында Ішіп алып тұрдық.
Yaxşı. Енді ауылдың тойы дегеннен келіп шығады. Расынан ауылдың тойларында да бір сондай шатақ жігіттер ұшырасып тұрады ғой арасында. Ұшырасады. Лабақ мінезді деген дейді, жаңағы шатақ салып жүреді. Енді Құрбан аға, өзіңіз көбірек қызметтесіз елдің тойында. Кейінгі уақыттар тойларымыз заманауи бір дәстүрлер көбейіп жатыр енді. Қайсы дәстүрлер онша сізге мақұл келмейтұғыны бір тамашагерлер көріп отқан болса, бір пікірлер. Я мақұл келмейдіғын әзірге жастардың өздерінің шығарған бір дәстүрлері бар, соған бір хайран қаламан да. Соны сорап көріп, не үшін бұндай қылып жатырсыздар десе, мен түсінбейді шығарман, мен білмейін шығарман, не үшін бұндай қылып жатырсыздар деп сұрайсың ғой енді. Сұрасаң, өздері білмейді. Жаңа не? Мәселен, туфли ұрлауды, туфлиді ұрлайды да. Неге ұрлайды оны? О қандай дәстүр деп тұрып сұрадым да, енді мен қызықты, не үшін ұрлайсың, неге? Дейсің, қойдым ба, ұрлаймын. Енді Құрбан аға, бос уақытыңызда немен шұғылданады? Өзің айтты ғой, Жаһангер спортпен жуырса, мен бала-шаға деп жуырамын да. Бос жұмыстан қолыңыз босап қалды. Қол босаса, енді үйдің жұмыстарыменен бәнт боламыз. Жаңағыдай жаздың күндері, үйдің жұмыстарынан бос болып қалдыңыз да? Ұйқылаймын, басқа не қыламын. Онда сағатқа қарап отырмын, бір минутқа сіз босатамыз, бір ұйқы. Кетті. Мысалы, сахнада рөл ойнап жатыр Құрбан аға, актерларда болады, импровизация дейді, өзі сценарийде жоқ сөздерді қосып салады ғой, партнеріңіз сондай қылып пайдаланған уақытлары қандай? Ондай партнерлар көп, мәселен күтілмегенде сахнада сондай жағдай болып қалады. Сол ситуациядан шығып кетуім керек та. Халық сондай екен ау деп ойлау керек та. Оны білмейді. Өздеріңіз білесіз тек. Тек өздеріңіз білеміз да, сондай ұлы актерларымыз, ұстаздарымыз өткен сондай бір не келтіріп берейін. Жаңағы спектакль, Темір қатын деген спектакль болып жатыпты. Ұстазымыз Айтжан Абдалиев ойнайтын рөлі бар. Одан кейін Темір қатынды Жұмагүл Сағындықова. Сөз Жұмагүл Сағындықова жаңағы Темір қатын болып тұрып, оны Айтжан ағаның ұрған жері бар екен, арқасына бей жіберген ғой Айтжан ағаның. Ха деп отырып алды да. Енді қартайған уақыты ғой еді Айтжан ағаның. Аузына протез түсіп кеткен ғой. Қараса енді сөзді қарада. Ой, жаным шығып кеткен шығар, түсім екен ғой деп. Сондай нелер. Енді импровизацияны қараса, енді халық сондай болады деп ойлағанда ол жерде де шығарып жіберген специально деп те, ой, бала жаным шығып кеткен шығар десе, бұл түсім екен ғой деп қояды. Hamma biladi, göbelek degan qo'shiq bor, gulime qo'ndi göbelek. Avo. So'ni bir bala tili bilan aytib berasizmi? Vasirganim gulmening tur yetib sebelep qaydan keldi bilmadim kelime qanda göbelek. La. Енді осы рахмет. Енді осы qo'shiqni сол aqlig'ini үйретіп отқан үлкен атасының образын айтып берасыз ба? Ой, әзіл келшін құрсын. Өсіргенім гүлменің тұр едім су себіліп. Қайдан келді білмедім гүліме қонды көбі. Ұйқылай ғой. Келіспей қалды бе? Жақсы, енді осы тақымақты қарызы бар адамдар болады ғой, бір deyip қысынып сөйлеп тұрады ғой. Өсіргенім гүлменің тұр едім су себіліп. Қайдан келді білмедім гүліме қонды көбі. Құрбан рахмет, гәп жоқ қана. Гәп болу мүмкін емес. Көбелек. Операшының образын айта аласыз ба? Бір опера образында ма бір? Не, соғыс? Көбелек тауы. Бола ма екен деймін де айтуға? Ария дейсің ғой. Болан жөр? Өсіргенім гүлменің тұр едім су себелеп. Қайдан келді білмедім гүліме қонды көбелек. Енді актер болғаннан кейін сол, сіздің актерлығыңыздан көбірек пайдаланып бір әзілесеміз да аға.
ұлыңыз жаһан чемпионы. Өз атам Жахангер, өз жаһан чемпионы. Оқырдан құр емес, бір, Ода? Енді тайбокс бойынша чемпион, сіз өзіңіз сол тайбокс чемпионның бір образын көрсетіп бере аласыз ба? Бұл ортаға шығып чемпион қайт тайылынады бір. Үйретпеді ғой мама. Үйретпеген болса ол. Бұл Раз ба. Жахангер Жолдашев, сізге бір нөбет береміз де, сіз спортшы, чемпионсыз, бірақ енді бәрібір мың айтқан мен. Ава, құс ұяда көрген қылады дейді ғой, жаңа. Әкеңіздің ойнаған рөллерінен бір образ үзінді көрсетіп бере аласыз ба? Ал. Мысалы бір лабақтан үзінді да, мысалы. Қарыбайдан үзінді қыла қойын. Лабақ ауырлау болуы мүмкін. Енді жап-жас басымен Қарыбайды көрсетті жоқпыз. Бір көпті көрген да, бұл сырт елдерді айланып не қылып. Көп жасаған емес, көпті көрген біледі деп, енді жап-жас басымен Қарыбайды көрсетіп бере жоқ та бұл. Қарыбай. Онда Қарыбайдан бір үзінді. Айшолпан, мен осы уақытқа дейін мұхаббаттың барлығына сенбей тұғын едім. Айшолпан, көзіме шықса да теріскен. Жазбайман мен сені көрістен, кеулімде дауылды тұрғызып, жаслықты естеттің періштем. Қайтейін келсе де ашуың, сыртыңнан алайын ашығым, мұхаббат қосығын айтқызып, ізіме қайтардың ашығым. Көрмесем құрайды дидарым, кеудемде қалмайды дымарым, өзіңнен оншама сескенбей, көзіңнен қорқаман ныгарым деген кезде. Яқтан Айшолпан кеп қалады. Шайыр екенсіз. Болды, рахмет. Ажайып. Болады, Қанда бар, жанында бар деген бәрі сол. Күйінде бар да, күйінде бар. Бұлау айтқаннан кейін, мен айтып отырған мен терліп кетті ғой. Ой, баба, түпәлем балым, түпәлем. Ажайып. Сол, күнде үйде репетиция істеген уақыттағы сол ядлап алама деймін да, алжассаңыз айтып үйретіп отыратын шығар да? Бұлар кішкентай еді ғой уақыты. Бұл қайта сол спектакльде қалмайды еді. Қайта күнде барып көреді да. Дұрыс қой енді. Целый спектакльді біледі еді бұл ядға. Пьесаны барлығын ядға біледі. Мүмкін сублер болғанда да бір суфлер болғанда да атқарып шығатын дәрежеде еді, ядға біледі да мен спектакль. Енді суфлер дегеннен су ядымсызға түседі да, біз Hazilkesh көрсетуінің қауындары Nestle Purolife сулар ішіп тұрамыз ғой, иә? О, Nestle. Енді бұл Nestle Purolife сулары 150 жылдан бері дүнияның 49 мемлекетінде өз өнімдерін ұсынып келатырған ең бір сапалы су өнімдерін істеп шығаратын ірі компания. Өзбекстан базарында 15 жылдан бері өзінің өнімдерін ұсынып келатыр. Nestle Purolife Hazilkesh пенен бірге. Құрбана, бүгінгі көрсетуіміздің қауындары Nestle Purolife. Қауындарлар атынан алдын ала сіздің ұсындай өнерлерді тайырлап келетіңіз біліп, минуттаршылық ретінде естелік сауғаларын алып келген. Аз болса да көптей деп, тақам болса сөктей деп. Nestle бас киімдері. Қандай спортшыға жарасады, спорт формасы. Nestle Purolife. Рахмет. Сізге де рахмет айтамыз. Осындай бір үрметпенен біздерді осындай көрсетуіңізге шақырғаныңыз үшін. Тез-тезден шақырып тұрмыз, біз тез-тезден келіп тұрамыз. Жүда жақсы көрсету. Біздер шаңырағымызбенен бұл көрсетуді сүйіп тыңлаймыз. Құрбанбай Қаландаров, шапалақ қошеметтер. Қандай еліміз байрақларын жаһан ареналарына көтеріп алып шыққан 2 мәрте тайбокс бойынша 2 мәрте жаһан чемпионы Жахангер Жолдашев. Рахмет. Nestle Purolife. Судың сапасы, өмір сапасы. Демек, осының менен Hazilkesh көрсетуінің және де бүгінгі санына жұмақ жасаймыз. Диққатланыңыздар, рахмет. Көріскенше, қош, сау, саламат болыңыз.